Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырыпта біз инфаркт пен инсульттың санының неліктен артып жатқандығы туралы, жасанның тіпті жастарып жатқандығы, яғни жастарда жиі кездесіп жатқандығы туралы айтатын боламыз. Инфаркт пен инсульт бізде ең басты органдарға, яғни әсіресе жүрек пен миға оттегінің жетіспеуі салдарынан туындайды. Оттегіні тасымалдайтын бізде қан. Қан бізде қайда жүреді? Қан тамырда. Қан тамырдан дұрыс өту керек. Егер қан тамыр бітеліп тұрса, егер қан тамыр қысылып тұрса, ол жерден қанның өтуі де қиындайды. Қан қысылып тұрған жерден қанның өту қысымы жоғарылайды, артериялық қан қысымының давлениенің жоғарылауы. Егер тамырдың осы қысылуына, тамырдың таза болмауына, құрамында атеросклероздық бляшкалар, тромбтардың жиналып қалуына әсер ететін ең басты нәрсе ол NO азот оксидінің жетіспеушілігі. Ең басты нәрсе азот оксиді, ол тамырды қорғанышты қызметіне қатысады. Тамыр қай кезде қорғанбай қалады? Егер біздің тамақтануымыз дұрыс болмаса, егер біз фастфуд, тәтті сусындар, тәтті тағамдар, зиянды заттарды жей берсек, жаңағы тамырдың құрамындағы NO тамырды қорғамай, жаңағы түскен қалдық зиянды зат тамақтарға барып, оларды ағзадан шығаруға, жоюға қатысып кетеді. Сондықтан да біздің тамырларымыз қорғаусыз қалады. Қорғаусыз қалған тамыр NO жетіспеушілігінен тамыр қысыла бастайды, яғни напряженный түрде болады. NO бізде босаңсуына қатысады. Босаңсымаған NO жетіспегендіктен ол қысылып тұрған тамырдан қанның өтуі қиындап, қан қысымы жоғарылай береді. Екіншіден, осы қан тамырлардың бойына NO жетіспеуінен атеросклероздық бляшкалардың тұнып қалуы, тромбтардың жиналуы арта бастайды. Яғни тромб қанның қоюлануынан, қанның тромбоциттердің жинақталып қалуынан сол жерде тромбтар пайда болады. Ақ тромб, қызыл тромб деген түрлері болады. Ол үзілсе тіпті эмболия, тромбоэмболия болып, адамның жағдайын одан сайын ауырлатады. Енді атеросклероздық бляшка дегеніміз холестерин тығыздығы төмен холестерин деген түр бар. Холестерин түр болады. Соның нашар түрі қан тамырларға жинақталып қалады. Ол осы тамыр жіңішке болса, одан сайын оттегінің бітегендіктен қанның өтуі қиындайды. Сондықтан да жүрекке, миға оттегі жетіспеушілігінен инфаркт, инсульттар туындайды. Енді атеросклероздық бляшка, холестерин, нашар майлар, ацет алмасудың қалдық өнімдері, белоктар, оның барлығы жинақталып тамырды біте береді. Ол бітелген жерден қан айналымы нашарлай береді. Сондықтан да біз дұрыс тамақтануымыз керек, жеткілікті мөлшерде су ішуіміз керек, қанды сұйылту мақсатында NO-сы бар тағамдарды қолдануымыз керек. Ол тағамдар асқабақтың дәні, қызылша және де қарбыз. Ал суды салмаққа байланысты ішеміз. 1 килограммға 30 мл. Егер 50 болса, 50-30-ға көтсек 1-де 5, яғни 1,5 литр су ішуіміз керек.